Отбасыны кім басқару қажет? Еркек пе, әйел ме? Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Адам бойында негізінде ата-бабасынан қалыптасқан отбасы моделі бар. Онда әрине еркек басқарып, әйел бір саты төмен болу қажет. Алайда адамдар бір-бірін басқару міндетті ме? Немесе әйел өзін басқаруды талап етеді ме? Әрине жоқ. Отбасы моделін сіз өзіңіз құрастырасыз. Яғни онда адамдар ешкімді басқармайды. Басқарудың қажеті жоқ. Әрбір жұп, әрбір адамның өзінің мықты жағы болады. Өзінің артықшылығымен көзге түседі. Бірі ақшаны жақсы жинай алса, екіншісі кез келген жағдайды жан-жақты саралай алады, немесе тез жылдам шешім қабылдайды. Сол себепті барлығы ауызбіршілікпен бір-бірін тыңдап, шешім қабылдау отбасы моделінің ең жақсы нұсқасы деп есептеледі.